Әдебиет ұлттың жаны. Ыбырай Алтынсарин. Ақмақ дос. Бір мырза орманнан бір аюдың баласын ұстап алып, үйіне алып келіп, сонша жақсы күтіп асырапты. Бір күндерде мырза қатты ауырып, бір айдай төсектен тұрмай жатып, сол уақытта аюды да қараған кісі болмай, бұл да қатты жүдеп зарығыпты. Аурудан азғана тәуір болған соң мырза бір күні далада есік алдында отырып, күннің жылуымен маужырап қалғиды. Бірақ маңдайына, бетіне шыбын қонып шыдатпайды. Соның бәрінде манағы аю көріп отыр екен. Мырзаға тыныштық бермеген үшін ол шыбынға қатты кейиді. Сөйтіп аю ыза бола тұра жұлқып кеп кеткенде, шынжыры үзіліп кетіп, жүгіріп барыпты да мырзаның бетіне табанымен салып кеп кеткенде, мырза қалпақтай ұшып, сол жердақ жан тапсырыпты дейді. Бұл іс Дәуіт пайғамбардың заманында болған екен, аюды халық пайғамбарға сүйретіп алып барады. Бұған қалайынша жаза береміз деп. Әзірет Дәуіт аюдан, не себептен қожаңды өлтірдің деп сұрағанда, аю жылап отырып айтты дейді. Қожам мені баласындай күтіп, асыраушы еді. Ол ауырған уақытта мені күткен кісі болмай, қожамның жазылуын тілеп зарықтым. Бүгін сол аурудан тәуірірек болып, қожамның далаға шыққанына қуанып қарап тұрғанымда, мырза есік алдында отырып қалғиын деп еді. Шыбындар тыныштық бермеді. Соған ашуым келіп ұрғанымда қожам не себептен екен білмедім, өліп қалды. Мен қожама қастық ойламадым, шыбынды қырайын деп едім деген екен. Рух KZ. Ұлттық құндылықтар тоғысқан арна.